Тронхейм. Халық саны бойынша Норвегияның 3-ші қаласы. Қала тыныштық және жайлы жер қалайтындар үшін таптырмас жер. Көпшілік адамдар көлікпен емес, велосипедпен жүреді. Қала халқының жартысы дерлік оқушылар мен студенттер. Соның бірі бүгінгі видеомыздың өкінішке орай кейіпкері болып отырған Один Якобсен. Жаттығуға осы Тронхеймге кетіп, қайта оралған жоқ. Қала ішінде бірнеше рет камераларға түсіп, барлығының ойын сан-саққа салады. Барлықтарыңызға сәлем. Егер де сізге осындай форматтағы видеолар ұнаса, арнамызды қолдау мақсатында астында тұрған лайк және тіркелу батырмаларын басып кетіңіздер. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы бүгін біз Один Якобсеннің жұмбақ жоғалуын қысқаша баяндап береміз. жылдың 18 қарашасы 18 жасар Один Якобсен із-түзсіз жоғалған күн. Ол ата-анасымен Норвегиядағы кішігірім Эклейва атты ауылда тұрып жатыр еді. 17 қараша сағат шамамен 5:30-да анасы оны көршілес жатқан Тронхейм қаласына жаттығуға апарып тастайды. Анасы қайтар уақытта қандай автобус жүретінін ескертемін, егер де автобус жоқ болса, өзім әкелемін дейді. Жаттығу аяқталғаннан соң, Один анасына достарымен кездесіп болғаннан кейін үйге қайтамын деп айтады. Сағат түнгі 10-дарда жігіттен хабарлама келеді. Хабарламада жақын маңда үйге қайтар қандай автобус жүретінін сұраған екен. Осыдан соң Один ешқандай байланысқа шықпайды. Үйге келмегенін көрген ата-анасы бірден полицияға хабарласады. Полиция сол түні бірге жүрген достарынан Один жайлы сұрайды. Олардың жауабы мынандай: шыққаннан соң біраз әңгімелесіп үйлерімізге тарап кеттік. Ол бізге қазір мен автобусқа отырып үйге кетемін деді. Бейнебақылау камералары бұл оқиғаны растайды. Бірақ неге екені түсініксіз, Один үйіне бармайды. Жігіт достарымен қоштасқаннан соң камераларға түсіп, қала ішін аралап жүргенін көреміз. Қолында ішіне спорттық киімі мен аяқ киімі салынған көк сөмке болды. Оның мына жүрісіне қарап, жоспарланған қандай да бір жаққа бара жатыр деп айта алмаймыз. Жоғалғаннан 12 күн өткеннен соң, қаланың портынан жұмысшы Один Якобсеннің жеке заттарын тауып алады. Төлқұжат, телефон, банк картасы. Бір қызығы, ол заттар қойманың қабырғасының жанына беті жапырақтармен жабылып, өте ұқыпты қойылған екен. Бұл жаңалықтан соң порттың территориясын полиция мұқият зерттеп шықты. Нәтижесінде олар тағы бір нәрсені табады. Бірінші табылған заттардан шамамен 400 метр қашықтықта пакет табылады. Ішінде Одиннің іш киімі, футболкасы, шалбары және де бас киімі болды. Пакеттің жанында тағы оның кроссовкасы да жатты. Полиция порттағы бейнебақылау камераларын қарауға шешім қабылдайды. Бірақ бір мәселе кедергі жасайды. Ол жердегі камералардың видеолары 7 күн ғана сақталады. Егер де асып кетсе, автоматты түрде жойылады екен. Жігіттің киімдері жоғалғаннан 12 күн өткен соң табылғандықтан, видеолар өшіп кеткен болатын. Бұған қарамастан құқық қорғау органдары нәтиже беріп қалар деп, бұл істі лабораторияға тапсырады. Сағаттар, күндер, айлар өтті. Один Якобсен туралы бірде-бір жаңалық жоқ. Алайда жоғалғаннан 5 ай өткеннен соң, яғни 2019 жылдың сәуір айында, турист полицияға хабарласып, өзен жағасынан әлдекімнің жартылай өртенген киімін тапқанын хабарлайды. Полиция бұл киімдерді Одиннің анасына көрсетсе, ол, бұл менің баламдікі деп растайды. Киім табылған жер мен порттың арақашықтығы 20 километр еді. 2019 жылдың маусым айында, яғни жігіттің жоғалғанынан 7 ай өткеннен соң, құқық қорғау органдары ақыры порттағы бейнематериалдарды қайтарғанын жеткізеді. Кейбір сәттерде камераға Один түсіп қалыпты. Мына жерде ол бірден жүгіріп кеткенін көреміз. Қолында болса, сол жаттығуға алып кеткен көк сөмкесі. Соңғы рет жігіт камераға таңғы сағат 6-да түсіп қалыпты. Киімдері табылған ақ контейнердің қасынан өтіп бара жатады. Бұл Одиннің ісіндегі соңғы жазба болғандықтан, қалғанын тек қана болжай аламыз. 6 сағаттай уақыт өткеннен соң, дәл сол камераға, дәл сол жерге ақ универсал көлігі келіп тұрақтайды. Көліктен бір адам түсіп, контейнердің айналасын қарайды да, артына қарай кетіп қалады. Бұл жерде ол бірнеше минут қана болады.
Құқық қорғау органдары одан қатты күдіктенеді. Видео жазба тарап кеткеннен соң осы ақ универсалдың иесі табылады. Полиция ол туралы ақпараттарды таратудан аулақ болады. Тек бір білетініміз, жасы 40-тағы ер кісі. Полиция ары қарай жігіттің жартылай өртенген киімдері табылған өзеннің маңында тұратын 130 адамнан бұл іс туралы сұрап көреді. Олардың ішінде осы кісі де болған еді. Алғаш рет сұраған кезде ол анық ештеңе айтпайды. Кейін камераға түскеннен соң сұрап қараса, басқаша сөйлеп кетеді. Бұл адам порттан Одиннің киімдерін алып, өзен маңына келіп өртеген екен. Бірақ бұны не үшін істегені туралы нақты мынау үшін деп айта алмайды. Оның сөзінше, киімдер жоғалған балаға тиесілі екенін біліп, шошып кетіп, одан құтылғысы келген. Детективтер бұл кісінің үйін, көлігін, барлық электронды құралдарын тексеріп шығады. Бірақ еш нәрсе таппайды. Кейіннен ол жалған ақпарат бергені үшін қамауға алынады. 2020 жылдың маусым айында жоғалғаннан 1,5 жылдай уақыт өткеннен соң бұл іс бойынша куәгер пайда болады. Бір адам дәл сол өзеннің аумағында оны көріпті. Оны ол соңғы рет Один камераға түскеннен кейін 26 сағат өткеннен соң көрген. 2018 жылдың 19 қарашасы фермер көлігіне отын тиеп жатады. Бір кезде жолдың бойында шашы ұзын, сары күрте киген жас жігітті көзі шалып қалады. Жігіт басын төменге қаратып келе жатыр еді. Жақындағаннан соң басын көтеріп, жымияды да ары қарай кетіп қалады. Фермерге бұл шынында да күмән туғызады. Өйткені ол тым жеңіл киініп алған. Жарты сағаттай өтіп, фермер ақыры жұмысын аяқтағаннан соң жігіт кеткен жолмен кетеді. Жолдан оны тағы да көріп қалармын деп үміттенгенімен, құпияға толы жас жігіт жоқ болады. Шын мәнінде Один Якобсенге не болуы мүмкін? Бірге қарастырып көрейік. Сол түні жігіт достарымен қонақ үйде болған еді. Ол жерде қандай жағдай орын алғаны белгісіз. Достарының айтуы бойынша, олар сыра ішіп теледидар көрген. Бірақ полиция камераға түскен видеоларға қарап, Один сыра ішкен деп айта алмады. Сағат таңғы 4:40-та олар қонақ үйден шығып, сырттағы бір орындыққа жайғасады. Кейіннен жастар қаланы аралап, екі жердегі камераға түседі. 4:42 мен 4:48 уақытында. 5:09-да камера Одинді жалғыз жүрген жерінен түсіреді. Келесі бейне бақылау камераларында 5:28, 5:29, 5:30-да түседі. Содан соң ол жоғарыға қарай жүреді. 5:35, 5:37, 5:39-да камераға түсіп қалады. Мынадан біз жігіттің нақты қайда барғысы келгенін анықтай алмаймыз. Бірақ барлық нүктелерді қоссақ, былай шығады. Один достарымен қоштасқаннан соң автобусқа отырып, үйге кетуді жоспарлап жатырмын дейді. Алайда ол автобус тұрағына барып күтіп отырса да, сол түні үйіне жете алмайтын еді. Не себепті? Себебі сол күні жексенбі болған екен. Жексенбіде Одиннің үйіне баратын ол жақтың алғашқы автобусы сағат 9-да жүреді. Иә, бәлкім ол бұны біліп, қаланы аралау арқылы уақыт жоғалтқысы келген шығар. Айтпақшы, осы уақытта Одиннің телефонының қуаты біткен еді. Жігіт порттан қалай тап болған екен? Және неге? Картаға қарасақ, ол екі мосттың біреуінен өтіп, вокзал мен полиция учаскесінің алдынан кесіп, портқа келеді. Оның төлқұжаты, телефоны, банк карточкасы қойманың маңынан табылады. Бұл заттар ұқыпты етіп қойылып, беті жапырақтармен жабылған күйі жатады. Кейін жігіт сол жердегі камераға түсіп қалады. Міне мынау сол қойма. Ал заттарды біз камерадан көре алмаймыз. Өйткені жігіт немесе біреу оларды қойманың оң жағына тастап кеткен. Соңғы бейне осы камерадан жасалған. Один ақ контейнердің маңынан өтеді. Артынан болса оның киімдері табылған еді. Жалпы осы сәт бұл істегі ең бір түсініксізі. Осыдан соң бізде көптеген сұрақтар пайда болады. Не үшін киімдерін тастап кетті? Қолында ұстап жүрген көк сөмкесі қайда? Және неге тек қана бір кроссовкасы табылды? Сыңары қайда деген секілді. Шын мәнісінде жігітке не болуы мүмкін? Біз қазір бірнеше болжамды айтып көреміз. Порттың соңында бір маяк бар болатын. Бәлкім ол сонда барғысы келген шығар. Маякка барар жол үлкен тастармен жасалған. Және толқындар келген су тие бергендіктен өте тайғақ. Оның үстіне дала қараңғы. Один осылай маякқа барам деп суға құлап кеткен.
Екінші болжамымыз мынандай. Бұл жігіт есірткі тасумен айналысқан. Достарының біреуі немесе әлдекім оған осындай жолды ұсынып, көп ақша табуға болады деп жарнамалайды. Сол түні жігіт үйіне бармайтынын жоспарлайды. Себебі есірткіні біреуге беру керек. Қаланың ұйқыға кеткенін күту үшін достарымен сауық кешке барып, артынша оларға автобусқа мініп үйге барамын деп өтірік айтады. Қаланы аралаған себебі алғашқы шаруасы болғандықтан қобалжып, бәлкім үйге қайта салсам бекен деп ойланады. Соңғы сәтте жарайды, бастадым ба аяқтаймын деген шешім қабылдайды. Бір камерадан біз оның жүгіргенін көреміз. Осы сәтте ол өзінің кешігіп жатқанын түсінген. Есірткіні табыстайтын жер камераға түскені осы ақ контейнердің артында болуы мүмкін. Ол жерде камера түсіре алмайды. Сондықтан бұндай орындар осындай істер үшін таптырмас жер. Ары қарай жігіт таңға дейін клиентті күтіп осында жүреді. Клиент ақ универсалмен келеді де, осы сәтте бірдеңе дұрыс болмай қалады. Бәлкім анау адам мәдейі жоспарлаған болар. Жүргізуші камера бар екенін біліп, өзі ештеңе білмегендей өтірік қарап тұрғанда, көліктің артқы орындығындағы жігіттер Одинді ұрып соғып, жүк салғышқа лақтырады. Жігіт соңына дейін қасартысып, ақырында киімдері шашылып, бір аяқ киімі ұшып кетеді. Осылай жігітті өзеннің маңына әкеліп, шаруасын тындырады да киімдерін өртеп жібереді. Бірақ та бұл шындық болса, келесі күні фермердің көрген жігіті кім екен? Бәлкім Одинге ұқсайтын біреу. Бұндай сәйкестік болады дегенге мен шыны керек сенбеймін. Осы уақытқа дейін Один Якобсен табылған жоқ. Ешкім оның қайда кеткенін анықтай алмады. Осылайша видеомыз аяқталды. Еңбегіміз үшін лайк басып, арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Комментке Один Якобсен қайда жоғалып кетуі мүмкін екенін жазсаңыздар болады. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.